Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңызға қалай денсаулықтарыңыз? Мына қапаланып алған сонша оранып не болды, машинада отырсың ғой деп жатқан шығарсыздар. Спорт ағайындар, спортты бастау керек екен. Ертелі кеш 15-20 минут уақыттарыңыз бөліп тұрмасаңыздар қиындау болады екен бұл өмірде. Бауырларым, арақ ішіп, горилла ішіп, пиво ішіп, жынды болып жүргендер, бауырларым, естерін жинап, ертерек спортқа келмесеңдер, өз басымнан өткен нәрсені айтайын, ешкімге керек емес екенсіңдер. Әйеліңе де, балаңа да, туған туыстарыңа, достарыңа, денсаулығың жоқ болса, бауырларыңа да, әкеңе де керек емессің. Денсаулығың жоқ болса, анаңа керексің, одан кейін өз-өзіңе ғана керексің. Басқа ешкім сені керек етпейді екен, тастайды екен, кетіп қалады екен. Оны өмірде де көрген нәрселер. Сол үшін спорт. Мен осыдан 6 ай бұрынғы іш құрылысымда не отқанын өзің білесің ғой, адамның қай жерінде слабость, қай жерінде тесік бар екенін өзің байқалады ғой. Енді спортпен кішкене айланып жүргеніме бір айдың ар жақ бер жағы болып қалды. Бірақ білінеді, енді бала кезден сәл қуғанымыз бар. Кейін осы бір 25-26-тан асқаннан кейін қиындау болады да. Бір еріншектік пайда бола ма, бірден болып тастап кетесің. Сол аралықта көрген нәрсем қазір енді бір ай болды істеп бастап атқаныма. Бірақ өте қиын. Енді жас кезіңдегі формаға точно келе алмайсың. Бірақ білінеді да. Ортада отқан кезде, ары-бері жүгіріп, ойнаған кезде уже денсаулығың қандай екен. Соны білгеннен кейін, көргеннен кейін, сәл аңқылдап бастағаннан кейін, қой, өзім қолға алайын деп бастаған түрім ғой енді мен. Ертелі кеш ақырын 20-30 минуттан тауға шығып арасында енді. Сондықтан достарым, бұл жерде айтып келген бауырларым, бастаңдар. Тағы айтылып айтам. Спортсмен болмасаңдар да кішігірім өздерің үшін бастамасаңдар, ертең сәл денсаулықтарың шатат ететін болса, кез келген жан-жағыңдағы адам тастайды да кетеді. Соны естеріңде сақтап жүріңдер. Сау болыңыздар. Бірінші байлық денсаулық, мен түсінгенім. Әйтеуір осы уақытқа келіп түсініп атқаныма шүкір. Енді тастамаймын. Жоқ дегенде бір жарты сағат күніне уақыт бөлу керек. Қалай болмасын.